Сәлем, сәлем, сәлем қалың қалай. Сәлем, сәлем, сәлем қалың қалай. Жақсы, тамаша, керемет. Жақсы, тамаша, керемет. Сәлем, сәлем, сәлем қалың қалай. Сәлем, сәлем, сәлем қалың қалай. Балалар, мына жұмбақты бірге шешіп көрейік. Керек санды тересің, елге сәлем бересің. Бұл не, балалар? Дұрыс айтасыңдар, бұл телефон. Келесі жұмбақ: аяғы жоқ жүреді, аузы жоқ сөйлейді. Бұл не деп ойлайсың? Бұл хат. Жарайсыңдар, балалар. Сендер өте ақылды екенсіңдер. Балалар, алыс жердегі адамдар бір-бірімен қалай хабарласады? Дұрыс айтасың, телефон арқылы хабарласады. Ал телефон, ең алғашқы телефон, міне осындай болды, яғни үлкен болды. Замана дамыған сайын түрлі телефондар пайда бола бастады. Одан соң мынандай сандар бар телефондар пайда болды. Одан соң ұялы телефондар. Ал қазіргі уақытта міне осындай смарт телефондар пайда болды. Әр түрлі телефондар пайда болғанмен де қызметі біреу. Адамдар бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін. Ал бұл ненің суреті, балалар? Дұрыс айтасыңдар, бұл көгершін. Ежелгі заманда телефон болмаған кезде адамдар осы көгершіндерді хат тасу үшін пайдаланған. Міне осындай көгершін құстары хаттарды керек жеріне жеткізіп отырды. Ал қазіргі уақытта түрлі байланыс құралдары бар. Байланыс құралдары арқылы адамдар бір-бірімен қарым-қатынас жасайды. Хат жазады. Және де телефон арқылы бір-бірінің хабарын біліп отырады. Ал компьютердің көмегімен ғаламтор желісін пайдалану арқылы әлемнің әр тұсынан бір-бірінен хабар алу мүмкіндігі бар. Қазіргі уақытта хатты арнайы пошта жәшігіне апарып салады. Пошта қызметкерлері хатты көрсетілген мекенжайға дейін жеткізеді. Хат дегеніміз ол адамдардың бір-біріне деген сәлемдемесі. Қазіргі уақытта осындай әдемі сенсорлы телефондар пайдаланамыз. Бұл телефондардың мүмкіндігі өте көп. Түрлі интернет желісін пайдалану арқылы туыстарымызды, жақындарымызды, достарымызды тауып хабарын біліп отырамыз. Балалар, енді жұмыс дәптерімізді ашып, мына тапсырмаларды бірге орындайық. Балалар, мына суреттердің арасынан байланыс құралдарын тауып, сызып көрсет. Балалар, мынау бірінші тапсырмада байланыс құралдарын тауып белгілеп, оларды өзің жақсы көретін түстермен боя. Келесі тапсырмада, екінші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде бізге әр қатардан артық суретті белгілейміз және де себебін түсіндіреміз. Ал үшінші тапсырмада хаттың иесіне келу жолын ретімен жазамыз. Айсұлу қызымыз әжесіне хат жазды. Ол қандай жолмен әжесінің қолына барады? Сандармен белгілейміз. Және де балалар, өз-өзіңді бағалап, мына хатты өзіңнің сүйікті түсіңмен боя. Балалар, бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады ма? Сау болыңдар, балалар.